Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай видео шыққан болатын, бірақ енді көбісі бізді Мұхаммед-Али екеумізді қосып кетіпті. Енді біздің өзіміздің сториске шыққан жағдайлардан кейін қосып кетті ғой. Шынымен айтайын, енді барлығын айтатын кез келген сияқты, Мұхаммед-Али екеуміз тек қана доспыз. Достықтан артық ештеңе болмайды арамызда, болуы да мүмкін емес. Менің өзімнің қазіргі таңда сөйлесіп жүрген адамым бар. Сол кісінің қолдауының арқасында, сол кісінің мен сенің қасыңдамын дегеннің арқасында осындай керемет видео шықты. Сол себепті өтініш шуламаңыздар. Бұл әшейін жұмысым менің, бұл әшейін контент. Мұхаммед-Али екеуміздің арамызда бірдеңе болу мүмкін емес. Өте керемет дос, өте прям жақсы сырлас, өте керемет дос тек қана маған. Сол себепті қоспаңыздар. Ал менің жеке өмірімде барлығы жақсы, өте күшті. Ең бастысы, мен таңдаған адам менің жұмысымды түсінеді. Жұмысқа келдім. Жұмысыма келмегелі қанша күн болды? 3 күн ба, 4 күн ба болды. Жалпы тройкаларға делегировать ету керек. Делегировать етсеңіздер, күшті бизнестарыңызда жүреді, біраз жұмыстарыңызда істеп аласыздар. Баяғыда мен осының алдында лағман жора бизнесім болған кезде мен ішінде сотрудник болып жұмыс істеген. Тамақ істеп, базарға барып, ойлағам сол дұрыс шығар мен ішінде жүрмін. Оказывается, өз бизнесімді прям четко изучать етіп, делегировать етіп, үстінен тексеріп, сондай операционкалардың бәрін тапсырып, адамдарға ақша төлесем, не қылғылым командаға көп адам келген сайын энергияға көп әртүрлі адамдар келеді ғой. И бизнесімді айнала береді. Сондықтан менің бүгінгі букинг магазині мен парфюм магазинімізге қазір обзор жасайтын боламыз. Ана видеоларды кеше тікелей эфирден өзімден бүгін көріп отырып, саған бүгін ет асып жатыр екен, тағы да біреулер келіп тұрмаңдар, күнде қонақ күтамыз. Кешегі есеуіне айтады. Түнімен подружкамен өзек айтқанға ұйқым дұрыс қамаған, 2 сағат түнде ұйықтадым, 2 сағат күндіз ұйықтадым. Короче, ұйқым қанды ма, қанбады ма, бір түрлі тұр. Ой, Алла. Ішім пысып жүр, сука, бала туа салайын ба, бірден көтерейін ба, зарет жасай салайын ба, үйге ремонт істейін ба, бірден кемінде чем-то занят, ішім пысып жүр, бірден ке бүлдіргім келіп жүр. Неден бастасам екен, кімнің мені ашсам екен, кімнің шашын ағартсам екен. Не скочда? Мен алдында өзімнің инстаграмда қарап отырып, бұрын мен Раушанға келген видеомды тауып алдым. Кәдімгі ішіме антицеллюлитный массаж жасатқанмын. Прям 10 күн сеанс алып. Сол кезде маған кәдімгі күшті көмектескен. Содан кейін менде бір надежда пайда болды. Мына ішімде ұялып жүрмін. Ішімнен үміт пайда болды. Потом екінші күн сразу Раушанға жазып, мен келдім. Бұйырса 10 сеансқа жазылдым. До-после салатын боламын. Ұялмаймын. Қалай бар солай саламын. Потому что ішім шынымен үлкен болып бара жатыр күннен күнге, короче. Негізі мен сияқты немесе бала туғаннан іші қалып кеткендер болса, Раушанға келсеңіздер болады. Ақтөбе қаласында антицеллюлитный массаж жасап береді. Прям 10 сеанс алыңдар. 1-2 рет емес, прям 10 сеанс алып, іштеріңіздегі нені кетіріп алсаңыз, қарындарыңызды кетіріп алсаңыздар болады. Тек қана қарынға емес, бүкіл денеге жасайды. Ну, маған пока қарынға. Егер менен жүзат шығып жатса, сіздерге де баруға кеңес беремін. Ну, осыдан 3 жыл бұрын менде кәдімгідей жүзат болды.